Қайырлы күн, менің жақсыларым. Менің кезекті жаңа влогыма қош келдіңіздер. Бүгінгі влогты сіздерді Айханым қарсы алып жатыр. Айханымдарға мұғалім тапсырма берген болатын. 15 секундтық осындай өзі жақсы көретін шаруамен айналысып жатқан осындай видео ролик түсіріп келсін деп. Ал Айханым былай ойланып, не нәрсе жақсы көретін ой елегінен өткізіп, Айханымның жақсы көретін нәрселері көп. Соның ішінде мама мен кекс дайындайыншы, сен соны күшті қылып түсірші деді. Бар өнерін салып, бұл кекстің рецептін Айханым өзі жатқа біледі. Және де кез келген уақытта өзінің осы кексті жегісі келген уақытта, шабыты келген уақытта, немесе маған көптен көмектеспей кетіп, бір күні мама мен саған көмектеспей кеттім, кекс пісірейікші деп келіп тұратыны бар. Міне ингредиенттерінің өзін бірінен соң бірі салып, ақырындап араластырып жатыр. Оның ішінде ысыту керек деген нәрселерді мен ысытып беремін, және де жаңағы заттардың барлығын өзім дайындап беремін. Бұл видеороликті жібергенбіз мұғалімімізге, бірақ бізге ол видеороликтің кейінгі тағдыры не болғаны туралы жауап келмеді. Біз соны сұрамаппыз да, бірақ Айханымның тағы бір идеясы келді осы жерде. Мама, осы видеороликті шортсқа салайықшы деген. Сол шортста именно Айханымның сол дыбыстауымен сол видеороликті көре аласыздар. Мына жерде разрыхлительді ұнға қосып, мынау елегішпен ұнды өзі елеп шығады. Мен Айханымға негізі айтам, бір нәрсені бүлдіріп алсаң, оқасы жоқ. Сен тұрмақ, менің өзім повар емеспіз, аспаз емеспіз. Жан-жақты шашпай істеу деген ол мүмкін емес. Оның барлығы жаңағындай айтады, творческий беспорядок деп, сол деп. Әйтпесе кейде менің балаларымда ондай әдет бар. Айсұлтан мен Айзия үстіне тамақ тамып кетсе, ары қарай тамақты ішпей қоятыны бар. Сол тамған тамақты алдынан жинап алмайынша олар тамақ ішпей қояды. Білмеймін не деген сондай бір әдет екенін, соны жеңе алмай келе жатырмыз. Ал Айханымға айтам, кішкене бір нәрсе шашылды төгілді деп, бүкіл жұмыстан назарыңды сол шашылған төгілген нәрсеге аударма. Керісінше жұмысыңның нәтижесіне ол кедергі жасайды, сен жұмысыңның нәтижесіне ден қой деп. Міне бізде осындай формочкалар бар, соның барлығына кәдімгідей өзі шыққан массаны құйып, дозасын бәрін білет. Әдемі кекс болды. Және де Айханым маған бұдан да бөлек зебра пирогын пісіруге, қазіргі таңда өте сүйіп жейтін пирогі брауни бананмен, соларды пісіруге өзі көмектеседі. Міне сондай махаббатпен сіздерге видео арқылы жолдап жатыр. Міне кексі дайын болды. Ең бірінші болып өзі дәмін көреді, сосын барып қалғанымыз көреміз. Ол біздің әдетіміз, Айханым пісірген нәрсенің дәмін бірінші ол өзі көреді. Өте дәмді болды. Рахаттанып тұрып тамақтандық. Есімізде қалды. Біз бүгін Айханым екеуміз Сенсей деген магазинге барып, осындай балаларға киім жаңарттым. Балалар Аллаға шүкір өсіп келе жатқаннан кейін уже Айсұлтанның бізде көбіне киімдерінің барлығы шолтиып қапты. Сосын Айзекушқа да, заодно Айханымға да осындай үйге киетін в основном киімдер алдым. Мына жердің Сенсейдің бұл жолғы бағаларының барлығы өте күшті бағалар, потому что алдында өзім бір-екі рет Инстаграмнан рекламасын көріп қалдым да, арнайы бардым. Мынандай футболка алдым. Так, бізде Айсұлтанның размері қазір 104 пен 110-ның ортасы. Соған мынандай футболка біреу. Сосын мынандай двойка шалбарлар. Өткен жолы Вайкикиден алып бір шалбар алғанда осындай ақшаға алғанбыз. 4990. Мына жерде набором 2 шалбар. Соған осындай болып тұр. Еще приемлемые цены. Мына жерде двойка кофточка. Тоже қазір бір кофтаның бағасы мынандай ғой. Мына жерде двоечка. Еще Айсұлтан бізде космос, аспан әлемі деген тақырыптарды жақсы көреді. Нежели анандай дракондарды қатты жақсы көрмейді. Тоже осындай
машиналармен вообще смешное. Көбіне балаларды далаға біре жаққа бар жатсақ, біреудің жағына терлік кетеді да, сразу киім айырбастап жатамыз ғой. Сол үшін көп осындай кофталар, киімдер керек. Так, мынау пижама екен, летний пижамасы. Зимний пижамасы бар, енді летний пижама. Мына бұл енді 110 размер қылып алдым. Ал мына жерде джинсовый шалбар. Алдымызда Аллах қаласа Айсұлтан садикке береміз, Құдай қаласа. Соған қарай ыңғайлап алдым. 116 джинсовый шалбардың размері, бірақ әдейі кеңірек ала бердім. Стрейчевый, унисекс, ертең артында Айзекошта өсіп келе жатыр. Біреуіне өте береді. Футболка көпті кетпейді. Бұл жерде мен бір таба алмаған нәрсе, майка таба алмадым. Әйтпесе бір 4-5 майка алайын деп ойлап едім. Сол Айзекошқа тоже комплектом. Мынау екеуі комплектом, просто кішкене принттері әртүрлі. Осындай 92 размер. Боди алдым. Жеңі бар. Әзірге қайда? Қарағандыға жаз деген кейін түседі ғой. Сосын шалбар мынандай домашний, үйге киетін 98 размер. Негізі бір нелер ұнап еді. Қызық, біреу цветасты болып тұрады да, біреу слишком аппақ, или там слишком онша емес, бір болотный цветтер болды. Ұнаған осы болды, сосын осын алдым. Айхониға да үйге киюге шалбарды алдым. Ертең есіктің алдына шығып жүгіріп жатса да. Так, тоже бағасы өте күшті, 3380. Айхони бізде 134 кет. И мынандай бомбер вообще ой, за копейки мынау. Айханым өзі кәдімгі примерочныйға кіріп, өлшеп көріп жатыр. Джинсы шалбары бар, сонымен киюге. Қазір Айханның талғамы жоғары. Еще бағасын қараңызшы, қандай күшті акционны бағамен. Мен жақында көргенбіз, Айхан бір розовый ұстаған. Басқа дүкеннен 7000 бір нәрсе болып тұрғантын. Мынаған таң қалдым, басқа түсі болса екеуі де алайын деп ойлап едім. Айханым, мне одной хватит деп қалды ғой. Сол осының барлығына мынандай ақша жұмсап келдім. Аллаға шүкір. Басқа магазиндерде тура осы дүниені алсам, екі есе ақша төлейтінімді мен білем. Өйткені жақында осы біздің үйдің маңайында бір айтып жүрген жаңа Zara, Crockett деген брендтерді сататын магазинде мынандай бір футболканың өзі 4,5-5 мың тұрған. Мынандай джинсы шалбарлар 11 мың. Енді прям летний деген 9 мыңнан тұрған. Мынандай шалбарларды көріп вообще талқағам, 6900, 7000-нан тұрған тон. Сол оның жанында мынау бағалар вообще күшті баға. И сосын бала деген, шынымды айтайын, біздің балалар киімді ескіртпейді, өйткені бала өсіп кетеді ғой киімнен Алла қаласа. Сондықтан да әдемі, комфортный, таза, осындай жаңа киімдер кигенін қалаймын балаларымның. Соған қарай жұмыс жасап, соған қарай ұмтылып жатырмыз ғой. Сондықтан да балаларға ұнайды деп ойлаймын. Бізде осындай покупка болды. Отбасылық досымыз бар, Ғалике деген кісі. Мынау скумбрияны кәдімгідей сатып бердік. Соны осылай кәдімгі рассолмен күшті қылып тұздайды өзі. Кеше ол кісі өзі жасағаннан мен шетінен ауыз тиіп, прям тілімді жұтып қоя жаздағам. Сосын Ғалике, маған да істеп беріңізші деген. Балға кеп тастаңдар, пожалуйста, істеп берем деген. Бірақ сутканың ішінде прям күшті болыпты. Соған таңертеңнен кәдімгі не қайнатып, картошканы дайындап, жуан турап. Бүгін ешқайда шығатын жоспарым жоқтығын. Сондықтан да спокойно өзіме осы балық жейіктеп жатырмыз. Күшті енді. Әдетте мен осындай балықты өзім тұздап алдым деген адамды естімеппін. Үнемі сатып аламыз ғой. Мен негізі балық деген кезде кішкенасымды жерге қоям деген адамдардың қатарынамын. Қуырып жеуге де, духовкаға дайындап жасауға да. Еще өзі балықты жақсы жейтін болғаннан кейін мен балықтан тамақты да жақсы жасайтын. Бірақ мынандай тұздау дегенді білмейді екенмін. Керемет шықты. Супер енді. Біз мына пылесосымызды жинап, коробкаға салып жатырмыз. Себебі бұл пылесосты сатайық деп жатырмыз. Бұл пылесос негізі өте жақсы. Өзінің қызметін атқаратын, жаңағындай дизайн жағынан да өте ұнайды. Бір жалғыз ғана бізге деген носы бар. Ол енді көбіге но емес. Бізге ол но, себебі
Бұл пылесос біздің ақ жаңа гардеробтың ішінде осынша орынды алып тұрады. Бір, екінші жағынан бізде каждый раз тамақ ішіп болғаннан кейін жаңағындай осы жақты пылесос ұстауымыз керек болады. Сол кезде мынаны қосасың, шнуры мына жақта тұрады. Балалар жағаласады. Сондықтан да біз ойладық, бізге дұрысы ручной пылесос деп. Сосын шешім қабылдап ручной пылесос алдық. И біздің үйде енді как минимализмді ұстанғаннан кейін екі бірдей құрал тұрмайды. Себебі орын деген нәрсе, жаңа біреу кеп жатса, біреу орын босату керек. Ол минимализмнің басты қағидасы, бірінші расхламление жасау керек, содан кейін барып қана алу керек дейтін. Енді ойлаймыз, жаңа иелеріне де бізге жақсы қызмет жасағандай қызмет жасайды деп, соны сүртіп, тазартып, упаковкасына салып жатырмыз. Ал қазір мен сіздерге енді өзіміздің алған жаңа пылесосты де көрсетем. Мынау біздің жаңа пылесосымыз. Міне осындай ғана орынды алады. Бұл жерге қойған себебіміз өзі негізі жоба бойынша мен осы жерге мынау глубинасы тереңдігі 40 сантиметр шкаф жасатамыз деген жоспар болған басында. Одан былтыр қажеттілікке қарай бұл жерге ет сақтауға морозильник қойдық. Содан кейін енді бұл жер бізде кішкене қойманың орнын атқарып кетті есіктің артында тұрғаннан кейін. Ал бірақ мына жерде розетка болғаннан кейін осы жерге мына пылесосты да орналастыруды ұйғардық. Көп орын алмайды, шапшағын ғана. Сосын бұның бір жақсы жері, екі батарейкасы бар екен. Міне осылай ғана ала салынады. Жаңағындай зарядталып тұрған кезде осылай кез келген алам деген жеріңізге алып, соратын шаңызды сорай бересіз. Болғаннан кейін ақырын ғана мына жерге орнына қайтарамыз. Өте компактный. Мен үшін тағы да бір плюсы, насадкалары өте функциональный насадкалар. Жақын арада көрсететін болам. Мен осы үйдегі матрастарды, дивандарды барлығын осы основательно тазартып алу керек еді, шаңнан деп жүргем. Сосын осы пылесос бізге соған да мүмкіндік береді. Дизайны өте жақсы, бірақ Асекеңе айтып жатырмын, біздің спальняға негізі мынандай түс, қызыл түс деген айқайлап тұрады. Кішкене қара немесе ақ немесе сұр алуыңыз керек еді деп. Бұл енді маған Асекеңнің жасаған сюрпризі болды. Өйткені бір-екі күн қайта-қайта мечтаға барып, сулпаққа барып, қарап, таңдап, сипаттамаларын барлығымен танысып, обзорларын көріп, әбден Асекең сюрприз қылып үйге алып келген кезде ғана неттім мен, қабылдадым бұл новинканы. Бірақ негізі кухняға енді ойлаңызшы, ешқандай да шнуры жоқ, кухняға баруға қалай керемет жеңіл. Сосын есіктің алдындағы коврик бар ғой, енді сырттан келетін барлық шаң тозаңның барлығын сол жерге қағып сілкеміз ғой. Содан кейін сол коврикті тазартуға өте керемет. Еш нәрсені өзіне кәдімгі жұлып жабыстырып алмайды табанына. Прям поверхностына, үстіндегі бүкіл. Енді шынды айтайын, осы қалай келді, бір 2-3 күн болды, үйде шашта жатпайды ғой. Өйткені әрқайсымыз қызығып, Айханым да, мен де, Асекең де, бәріміз де қызығып, кәдімгі бұл шаң сорғышпен жақсы жұмыс жасап жүрміз. LG-дің именно осындай Cord Zero дейма, сондай маркасы. 2 батарейкасы болады негізі. Отырып қалса, екіншісін автоматтан салып алуға болады. Бірақ енді бізде 43 квадрат қана ғой. Бір батарейканың өзі жеткілікті. Ал бір батарейканы в любом случае запаскаға. Егерде постельді жаңағындай обработка жасап, диванды сорып, сөйтіп көп жүріп алатын болса, батарейка отыратын болса, запастағы батарейканың көмегімен ары қарай уборканы ешқандай перерывсіз жалғастырып кетуге болады. Осындай керемет негізі ойлап жүргем, Dyson деп жүргем. Асекең бұл Dysonнан да мощный деп алып келді. Сол маған құтты болсын деп қойыңыздар. Өзім довольныймын. Ал мына жерде тұрған пылесосты жібердік. Енді осы жердің барлығын жинауым керек. Так, мына жерлердің барлығын ретке келтіруім керек. Хаотично не нәрсені қойдық, соны қойдық болып жүргенбіз. Так, менде мына жерде тоже расхламление жасау керек.
пайдаланбайтын ковриктер бар, тап-таза қылып жуып қойғам. Сол ковриктерді сатып жіберу керек. Так, мынаны бұрында балалардың астына төсеттігіміз, қазір необходимость жоқ, бірақ оны лақтырмаймын, себебі жазда пикникке шыққанда төсеуге керек болады. Бұл кәдімгі термоковрик. Так, мына жерде мамамның меккеден алып келген Асхатқа сыйлаған жайнамазы, оны қазір үстіне орналастырам. Мынау біздің Айсұлтанға арнайы тіккізген осындай кокон тұғын. Сол коконды Азияда ұстады. Енді осы коконды, мынаның ішіндегі мақтасының барлығы новый. Содан мен біздің диванға, подушкаларға салуым керек. Сол үшін қойып қойғам, соны жүзеге асыруым керек. Ал мына полканы да жинап, реттеп, бұл жерде Greenway'ден өзімнің алып қоятын заттар, плюс үйге келгенде подарок ұстап келген кісілерді мен құр жібермеймін. Міндетті түрде Greenway'дің продукцияларын сыйлаймын, солардың барлығын реттеуім керек. Мынау менің өзімнің запастарым, бұны ешкімге де бермеймін. Мынау ремувер. Мен көп роликтерімде көрсетіп жүрем негізі. Бұл ақ киімдерді жаңағындай пятнадан, сарғайғаннан, мына природный пятна выводитель деп тұр, сондайдан тазартуға арналған средства. Ал мынау тоже очищающее средство для текстиля. В общем, мыналар о жерде тұратын нәрсе емес қой, бұл Greenway'дің иммунитет көтеретін напитігі, олардың барлығын жиыстырам. Осындай фронт работы бүгін. Айзияны ұйықтатып тастадым, екеуі артымда жүр ойнап. Так, осыны жасаймын. Содан кейін өткен жолы жаңа киімдерді алып келгеннен кейін, балалардың полкасына жаңа киімдерін салғаннан кейін, қысқарған киімдердің барлығын алып тастаған. Бұл Айзия мен Айсұлтанның полкасы. Енді сол қысқарған киімдерді, алдында да шығып тұрған киімдер бартын мына жерге қойып қойғам. Солардың барлығын реттеп, жіберетін жаққа жіберіп, сондай не жасауым керек. Мынаны ашып тұрған кезде жаңа Айсұлтан сол жерде неден пластилиннен жасаған ойыншықтарын бәрін алып, су сеуіп, үшін маған фронт работы создавать етіп жатыр. Осы жердің барлығын реттеуім керек. На все про все Аллах қаласа, Айзия ұйықтап жатқан 1 сағаттың ішінде үлгеруім керек. Ал іске кірісіп бастадым. Ең алдымен әрине жай ғана орналастырып қана қою емес, бұл жерде шаңын, кірін бәрін сүрту, реттестіру, керек емес дүние болса алып шығу деген сияқты. Себебі бұл шкафқа кейде балалар тығылмақ ойнап кететіні бар. Сол себепті ұсақ түйек ойыншықтарда жатуы мүмкін. Оны кейде тазартып тұрамын. Осы гардеробты ойластырған кезде осы блокты міндетті түрде жаңағындай хоз блок қып ойластырған болатынбыз. Бұл проектінің авторы өзім, бірақ Асхаттың алдында ол жобамды қорғадым. Себебі осындай пылесос тұратын жер, анау паровой утюг тұратын жер, бәрі осы жер болады деп. Сосын балалардың ірі ойыншықтары тоже осы жерде тұрады деп жобаластырған болатынбыз. Сосын анау екінші полкаға міндетті түрде осындай өзімнің в доступе болу керек деген Greenway'дің заттарын, ал үстіндегі полкаға сезонный киімдерді салып қоятын чемоданды саламыз деп. Ал мынау екі есіктіде ол балалардың гардеробы. Үшеуінің де киімін осы жерге қоямын, іліп қоятын киімдерді. Ал ұсақ түйек киімдері комодта тұрады, және тартпалары бар төменгі жақта. Жасап жатқан жұмысыма промежуточный қорытынды жасап кетейін. Мына жерде барлық полкаларды сүртіп, барлық под рукой болу керек нәрселерді жиыстырып қойдым. Мына полкада мен өзі Greenway'дің бізде суббота сайын продуктовый день деген болады. Сол продуктовый деньге шыққан өнімдерді мен көбіне скидкамен сатып алып, осылай запас жасап қоямын. Мынау коктейльдердің түр-түрімен балаларым өте жақсы көретін түрлері, соны алып қойғам. Және де мына жерде өтекпен распылителім бірге тұрады. Мынау массажер, бір күшті бір массажер интересный.
Мынау жаңа айтып кеттім. Барлығы под рукой тұру керек. Менде негізі ондай бір мақсат болған жоқ. Мына жердегінің барлығын бір нәрсеге салып тастау деген. Себебі сыртында есік болғаннан кейін өзі негізі осы секцияны сол үшін дайындаған болатынбыз. Үйге тұрмысқа қажетті заттарға көбіне. Мынау бізде балалардың секциясы. Айханымның киімдері, Айзияның киімдері, Айсұлтанның киімдері, ілініп тұратын киімдер. Сосын барлық жердің шаңдарын сүртіп алдым. Жабық болса да осы шаң деген масқара қонады. Сосын Айханымның оқулықтары осы мынандай әдейі сатып алып қойғам, органайзер өткенде. Соған салып қоямыз, именно оқулықтарын. Ал жаңа оқу құралдары мына жерде тұрады, ал мына жерде уже тоже киімдер, қонақтан келетін анау-мынау жыртыс дейді ғой, қазақта сондайлар тұрады да. Ал бұл полкаларда барлығы реттеліп тұр. Сосын айнаны бәрін сүртіп шықтым. Және де өзіміздің полкамыздың да мына жерде төмендегі заттарды шығарып тастап, шаңын сүрттім. Әйтпесе масқара шаң болып кете береді. Вроде бы жабық тұратын полкалар, бірақ шаңға толы болып кетеді. Бұл жердегі полкаларда бар нәрсе организованы. Бұл жерде сосын айнаны да сүрттім. Себебі бізде сәл айна ашылса болды. Айзия кеп сипап тұрып алады мына жерде. Соның барлығын жиыстырып қойдым. Сыртын барлығын сүртіп шықтым. Ана жақта Айзия оянды. Айханымке ойнап жатқан соқлақ болды деймін. Осындай болды. Әлі енді мына жағым бар, оны көрсетпей қояйын десе. Бұл енді менде күнделікті шашылатын нәрсе балалар ойнаған кезде. Коробка, стол, мынау стойка, оның барлығы қазір менің жұмыс жасап жатқан уақытымда пайда болған нәрселер, ал қалғандарын балалармен бірге жүріп ұйымдасып жинап тастаймыз. Мына жерді де мұнтаздай таза қылып қоям. Балалар суретін салады, пластилинмен ойнайды. Мына жерде әдейі контейнерге салып қоямыз. Себебі бізде Айзия қазір бәрін қолға ұстап кетеді. Міне фломастерларды осының ішіне салып бетін жауып қоямыз. Өткен жолы талай рет болды уже. Айзия фломастермен осы ламинатты шимақтап тастайды. Мынау шкафтарды шимақтап тастайды. Бірақ менде Гринвейдің салфеткалары бар, Гринвейдің средстволары бар. Сондықтан да мен ақ мебельге дақ түседі деп қорықпаймын. Плюс даже осы подлокотникке, осы диванды байқамай шимақтап қойған балалар, оның барлығы осы салфеткалармен тез кетеді. Енді бұл музей емес, балалармен тұратын үй болғаннан кейін, Аллаға шүкір, негізі материалды антивандальны қылып жаңағыдай таңдағанбыз. Соның барлығы жаңағыдай бүлініп жатса оңай тез тазартылады. Енді осыған уборка жасаймын қазір. Ал видеомды тура осы жерге дейін көрген болсаңыз, міндетті түрде подписаться деген тетікті бастыңыз ба, баспадыңыз ба, тексеріп кетіңіз. Лайк қойып, қолпаштап отырыңыз. Себебі подписаться деген тетікті басып кеткен болсаңыз, осындай қызықты жаңа видеоларым шыққан кезде сіздерге уведомление келетін болады, және сонымен осы YouTube'да жиі кездесіп тұратын бола аламыз. Міне жаңа отбасыммен жүріп жинаған жерімді асықпай көрсетіп жатырмын. Осы жерге міндетті түрде осындай коробкаларға салып қоям. Фломастерді бөлек, басқаларды бөлек. Мусорный шелек бәріне дейін. Пластилиндер осының ішінде тұрады. И бұл жер күніге неше рет балалардың шабыт ұстап ойнайды, сонша рет шашылады, бірақ в конце өздері жинайды осылай. Сосын мына жерде теш балам. Мына жерде керек уақытында сушилка тұрады, ал басқа уақытта осылай ходунок, талакар. Сосын мына жерде Айзияның тек қана үйге ғана отырған коляска. Енді осы коляскасымен ходунокты сатып жібереміз деген оймен OLX-қа қойып қойдық. Себебі текке орын алып тұр, оны пайдаланбаймыз. Далаға мен коляскаға салып бала шығармаймын негізі. Мына жерде міне ойыншықтар осылай қаз-қаттар жиналып тұр. Бұл жерде әркімнің жауапкершілігі бар. Мынау пирамиданы Айзия жинайды. Машинкаларды Айсұлтан жинайды. Мына жердегі ойыншықты оны да номермен Айсұлтан жинайды. Мына ұсақ тек ойыншықтардың барлығын Айханым жинайды. Мынандай магнитная рыбалка, оның барлығын Айханым жинайды. Осылай жинап қоямыз, бірақ шетінен балалар өздері алып ойнап жүреді.
Сосын мына жерде толығымен ковер жатады, потому что қай бұрышында үйдің ойнағысы келеді балалар сол жерде өздері. Негізі үй ыстық, бірақ дегенмен осылай жылы болсын деп ойлаймыз ғой, балалардың отырғанда астына су ұстамасын деп. Ал мына жерге мынандай қылып құрақ көрпе төсек қойған себебіміз, Айзия да Айсұлтан да кете отырып алады. Мынау дегенмен балконын алды ғой, сол себепті жылы болсын деп құрақ көрпе төсеп қоямыз. Осындай жаңағындай промежуточный итогты фиксировать етіп қояйын. Бұл окончательный итог емес. Күніге 3 рет, 4 рет шашылады. Соншалықты жинаймыз. Енді Аллаға шүкір, бала шаға болғаннан кейін ол сонысымен сәнді, сонысымен әдемі шығар. Неше жерде минимализм болғанмен, неше жерде порядок болғанмен, жаңағындай баласы бар үйде ойыншық шашылу керек, жиналу керек. Айзи көш тай болып жүріп жүр қазір, жүгіріп жүр даже.